Жалпы жамбас белдеудің бұлшықеттерін біз екі топқа бөліп қарастырамыз. Ішкі топ бұлшықеттері және сыртқы топ бұлшықеттері. Ішкі топ бұлшықеттеріне нелер жатады? Оған біз мықын бел бұлшықетін, ішкі жапқыш бұлшықетті, алмұрт тәрізді бұлшықетті жатқызамыз. Сыртқы топ бұлшықеттеріне жамбас бұлшықеті, егістік бұлшықет, жалпы шандырды керетін бұлшықет, санның шаршы бұлшықеті, сыртқы жапқыш бұлшықеттер жатады. Сонымен мықын бел бұлшықеті, мускулюс илиопсаус. Мускулюс илиопсаус мықын бел бұлшықеті. Бұл жерден біз үлкен мықын бел бұлшықетін және кіші мықын бел бұлшықетін ажыратамыз. Яғни мускулюс псаус майор және де мускулюс псаус минор. Бірінші псаус майорға тоқталатын болсақ, бұл 12-ші және де 1-ші мен 5-ші аралығындағы бел омыртқаларының денелерінен және көлденең үстіндерінен корпус және де процесс трансверсустан басталады. Яғни мына жерден мына бетінде 2 санмен көрініп тұрған бұл бізде кіші мықын бел бұлшықеті мускулюс псаус минор, ал бізге керегі мынау мускулюс псаус майор. Бұл атап айтқандай 12-ші кеуде омыртқасының және де 1-ші 5-ші бел омыртқаларының денесінен және де көлденең үстіндерінен басталады. Процессус трансверсадан және де бұл бұлшықет мускулюс илиакуспен бірігеді, яғни илиопсаус деп тұрған. Ал мыналар псаус деп қана. Енді осымен бірігеді. Бұл илиакус, бұл мықын шұңқырынан фосса илиакадан, яғни бұның ішкі бетінен фациас интернадан басталады. Мықын сүйегінің қанатын біз өзі екі бөлікке бөліп қарастырдық, ішкі және сыртқы беті деп. Осы ішкі бетінде шұңқыр болады, осы шұңқырдан басталады мускулюс илиакус. Мынау псаус майор, мынау псаус минор. Ол мына бұлшықетпен, яғни илиакуспен біріккеннің арасында мускулюс илиопсаус деген аталған. Одан кейін бекида, мына екеуі, яғни үлкен және де мықын бұлшықеті. Бұл ортаншіліктің кіші ұршығына барып бекиді. Мускулюс, кешірім сұраймын, трахантер минорға барып бекитін болады. Қызметі бұлар санды бүгеді, сан сүйегін, яғни ортаншілікті және жамбасты алға еңкейтеді. Одан кейінгісі бізде мықын бел бұлшықетінің мускулюс псаус минор. Міне 2 санмен көрсетілген. Бұл 12-ші бел омыртқасы және 12-ші кеуде омыртқасы және 1-ші бел омыртқалар аралығындағы омыртқа аралық дисктен, дискус интервертебралистен басталады. Және де бұл бекитін жері мықын сүйектің доға тәрізді сызығына, линия аркуатаға барып бекиді және де мықын қасағалы томпаққа барып бекитін болады. Бұл кейбір адамдарда тіпті болмауы да мүмкін. Және де бұның қызметі мықындық фасцияны тартады. Фасция илиаканы тартатын болады. Фасцияның барлығын сіздер топографиялық анатомиядан өтетін боласыздар. Келесі бізде ішкі жапқыш бұлшықет, мускулюс обтуратурус интернус. Егер артрологиядан естеріңізде болатын болса, бізде жапқыштық тесік және жапқыштық тесікте бізде жапқыштық мембрана орналасқан болатын. Енді осы жапқыштық мембранадан басталады. Мына аймақта бізде жапқыштық тесік форамен обтураториум болатын болса, осы форамен обтураториум толтырып тұрған мембрана обтураториус болатын. Осының ішкі бетінен басталады және де кіші тесік арқылы шондайналық кіші тесік форамен ишиатикус минор арқылы өтеді және де бұл ортан жіліктің ұршықтық шұңқырына барып бекитін болады. Егер естеріңізде болатын болса, мына жерде лигаментум сакроспинали және де лигаментум сакротуберали арқылы бізде шондонай тесігін екіге бөлетін болатын. Үлкен шондонайлық тесік және кіші шондонайлық тесік. Осы кіші шондонайлық тесік арқылы шығады және де ортан жіліктің ұршықтық шұңқырына барып бекиді. Фосса трахантерика ос ортан жіліктің ұршықтық шұңқырына барып бекитін болады. Одан кейін қызметі егіздік бұлшықеттермен бірге санды субинациялайды. Яғни санды субинациялауға қатысады. Одан кейінгі біздегі алмұрт тәрізді бұлшықет, мускулюс пириформис. Бұл басталады 8 көздік жамбастық бетінен. Яғни 8 көздің жамбастық бетінен. Фациас пельвинадан басталады. Яғни не болмаса ішкі бетінен.
және де бұл шондон айлық үлкен тесік форамен ишиадикус майердан шығады сыртқа қарай, жетеді де ол ортан жіліктің үлкен ұршығына барып бекиді. трахантер майерға барып бекиді. Қызметі санды супинациялайды, және де бұл шыққан кезде мына үлкен тесікті екіге бөлінеді. Алмұрт үсті тесік және де алмұрт асты тесігіне. Форамен супрапириформис және де форамен инфрапириформис. Алмұрт үсті және алмұрт асты тесіктеріне бөлетін болады. Оған қазір соңғы жағынан тоқталамыз. Енді біз сыртқы топ бұлшықеттеріне келетін болсақ, сыртқы топ бұлшықеттеріміз 3 қабатқа бөліп қарастырамыз. Бірінші қабатқа үлкен бөксе бұлшықеті, мускулус глютеус максимус. Жалпақ шандырды керетін бұлшықет, мускулус тенсор фасция латаe. Екінші қабатына бізде бөкселік ортанға бұлшықет, мускулус глютеус медиус. Санның шаршы бұлшықеті, мускулус квадратус феморис. Егіздік бұлшықет, мускулус гемулюс. Үшінші қабат бұлшықеттеріне кіші бөкселік бұлшықет, мускулус глютеус минимус. Сыртқы жапқыш бұлшықет, мускулус обтураторис экстернус жатады. Енді осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталатын болсақ. Бірінші үлкен бөксе бұлшықеті, мускулус глютеус максимус. Яғни жамбастағы ең ірі бұлшықеттердің бірі. Басталады бұл мықын сүйектің бөкселік бетінен, не болмаса артқы бетінен, фациус не болмаса сыртқы бетінен, фациус экстернадан басталады. Мына көріп тұрған үлкен бұлшықет осы. Және сегізкөздің және құйымшақтың артқы бетінен, фациус тарсалистен басталады. Сөйтеді де бұның бекитін екі жері болады. Бұл бөкселік бұдырмаққа барып бекиді, туберглютеяға барып бекиді, яғни туберглютея ос фемориге, және де мықын асық жілік жолына қосылып, асық жілікке барып бекитін болады. Мынау бізде кетіп тұрған трактус илиотибиалис, яғни мықын асық жілік жолы. Қызметті санды жазады және супинациялайды. Санды видеоның басында мен бүкіл айтқан болатынмын. Сан қалай жазылады, қалай супинацияланады. Сонымен бізде келесі бұлшықет, бұл бөксенің орталығы бұлшықеті, мускулус глютеус медиус. Бұл үлкен бұлшықет, яғни мускулус глютеус максимустың астында орналасқан бұлшықет, мұнда орналасқан. Бұның басталу аймағы мықын сүйегінің бөкселік беті, не болмаса сыртқы беті, фациус экстерна. Бекиді ортан жіліктің үлкен ұршығына, трахантер майер ос феморисқа барып бекиді. Қызметі санды әкетеді, алдыңғы тобы пронациялайды, артқы тобы супинациялайды, яғни алдыңғы және артқы топтарына байланысты жамбасты және денені вертикалды қалыпта ұстап жүруге көмектеседі, яғни біздің тік жүруімізге көмегін тигізетін бұлшықеттің бірі. Енді біз үшінші қабатына, яғни бірден бөкселік бұлшықеттердің барлығын бітіріп тастайық дедік. Енді бізде кіші бөкселік бұлшықет, мускулус глютеус минимус. Мына аймақта орналасқан үлкен және ортаңғы бөкселік бұлшықеттердің астында орналасады. Басталады мықынның қанатының сыртқы беті, фациус экстерна. Барлық бөксе бұлшықеттер секілді. Бекиді ортан жіліктің үлкен ұршығына, трахантер майерға барып бекиді. Қызметі санды әкетеді, пронациялайды және супинацияға қатысады, алдыңғы және артқы тобына байланысты. Одан кейін жалпақ шандырды керетін бұлшықет, мускулус тенсор фасция латаe. Басталатын жері алдыңғы жоғарғы мықын қыры. Және де бұл мықын асық жілік жолына, трактус илиотибиалиске ауысатын болады. Дәл глютеус максимус секілді, үлкен бөксе бұлшықеті секілді ауысады, және де бұл асық жіліктің латеральды айдаршығына барып бекиді. Бұл трактус, яғни жол, мықын асық жілік жолы. Қызметі жалпақ шандырды тартады, жалпақ шандыр. Одан кейін санды бөгеді. Ұршық буында санды бөгеді. Одан кейінгісі бізде санның шаршы бұлшықеті, мускулус квадратус феморис. Көріп тұрғандарыңыздай жасыл түспен белгіленген. Басталатын жері қасаға төмбегі тубер кубик, бекиді ұршық аралық қырға, криста интертрахантерика. Қызметі санды супинациялайды, сыртқы ротация жасайды. Сыртқы жапқыш бұлшықет,
Musculus obturatorius externus. Басталатын жері жапқыш жарғағы. Membrana obturatorius. Яғни жаңа елде бізде ішкі бетінен басталған болатын болса, енді бұл сыртқы жағында орналасқан және де осы тесікті құрауға қатысатын сүйектердің қырынан басталады. Осы тесікті құрауға қатысатын бұлшықеттердің жиектерінен басталады. Бекитін жері ортан жіліктің ұршықтық ойысына, не болмаса ұршықтық шұңқырына, фосса трахантерикаға барып бекиді. Қызметі санды супинациялайды, яғни сыртқа айналдырады. Сонымен үлкен шумлайналық тесік арқылы өтетін алмұрт тәрізді бұлшықет, яғни мускулус пириформис, жоғарыда айтып өткендей, бұл үлкен шумлайналық тесікті екі бөлікке бөледі. Алмұрт тәрізді үстіңгі тесік, форамен супрапириформис, және де форамен инфрапириформис, алмұрт тәрізді астыңғы тесік. Алмұрт тәрізді үстіңгі тесіктен не өтеді? Бұл жерден бізде бөкселік, жоғарғы артерия, вена, нерв. Артерия күлтея супериор, вена күлтея супериор, және де нервус күлтея супериор өтеді. Одан кейін алмұрт тәрізді астыңғы тесіктен бізде бөкселік, төменгі артерия, төменгі нерв, және де бізден жыныс, ішкі жыныс артерия және нервтер өтетін болады. Артерия күлтея инфериор, нервус күлтея инфериор, артерия пуденда интерна және де артерия пуденда интернустар өтетін болады. Нервус пуденда интернустар өтетін болады.